Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтына тіркелу жолын үйрететін болам. Ол үшін біз алдымен Play Markettен AliExpress программасын скачать етіп аламыз. Мен ссылкасын осы описаниеда тастап кететін болам. Скачать етіп болғаннан кейін AliExpressке кіреміз. AliExpressке кіргеніңізден кейін сіздерде дәл осылай шығып тұрады. Мұны астыңғы бөліктерінде ең шетінде тұр мой профиль деп. Сол мой профильге кіреміз. Осы жерден міне войти деп тұр төбеде. Осы войти дегенді басамыз. Міне сіздерде бұндай бес шықпайды. Мен аккаунтым болған үшін маған осылай шығып жатыр. Сіздерде бұл емес, астында тұрған за регистрация деген басқаннан кейін міне дәл осылай болып шығады. Осы жерден өзіңіздің электронный поштаңызды жазасыздар және пароль жазасыздар. Астына және өздерінің мессенджерлері беріліп қойған, сол мессенджерлер арқылы тіркелсеңіздер болады. Электронный поштаңызды жазып, пароліңізді басып тіркелсеңіздер болады. Дәл осы тіркеліп аламыз. Тіркеліп болғаннан кейін жаңадан бұдан алдын AliExpressке кірмеген жаңа оқырмандарына осы AliExpress өзінің купонын береді. 2000 теңгеден артық нәрсеге заказ берсеңіз, сізге 1,5 теңге жеңілдікпен береді. Мысалы үшін 2000 теңгелік нәрсені алатын болсаңыз, сізге оны 500 теңгеге береді. Тек бір ғана табарыңыз үшін. Бір рет. Ол тек бір рет берілетін купон болып есептеледі. Және тіркеліп болғаннан кейін төбеде настройка тұр. Сол настройканы басамыз. Біз өзіміздің адресімізді турлап алуымыз керек. Адрес доставки дегенді басамыз. Және адрес доставки дегенге басқаннан кейін сіздерде дәл осылай шығып тұрады. Бұл жерден добавить адрес деп жазамыз. Және мына жерге өзіміздің бірінші тұрып мекен-жайымызды белгілейміз. Қазақстан республикасында тұрамыз. Және мына жерде контактный лицо дейді. Жіберілген товар кімнің атына барады? Соның толық аты-жөнін жазамыз. Тек латын әріптермен, қазақ алфавиттермен қабылдамай, тек латын әріптермен жазатын боламыз. Мен жай ғана мен деп жаза салайын. Және мына жерге өзіміздің телефон нөмірлерімізді жазатын боламыз. Міндетті түрде өзіңіздің нөмірлеріңізді жазыңыздар. Және мына жерге біріншісіне өздеріңіздің қалаларыңыздың аттарын жазсаңыздар болады. Мысалы үшін мен Жетісайда тұрам. Жетісай деп мен жазам. Жетісай. Және қайсы көшеде өздеріңіздің қазпошталарыңыз бар. Сол көшені белгілейсіздер. Менде мысалы үшін Әуезов көшесінде бар. Әуезов көшесін белгілеймін. Және Қазақстан, менің странам Қазақстан. Одан кейін мен оңтүстік облыста тұрам. Бұл карта бұрынғы карта бойынша белгіленген. Қазір Түркістан облысы ауысып кеткен, бірақ бұрын оңтүстік Қазақстан еді. Сол үшін оңтүстік Қазақстан деп белгілейміз. Және өзіміздің қаламыз, мен Жетісай қаласына тұрам. Міне Жетісай қаласы деп белгіленді. Енді кейінгісі және мына жерге өзіміздің поштовый индексімізді жазамыз ең соңына. Поштовый индекстеріңізді қатесіз жазыңыздар. Өздеріңіздің тұрғылықты мекендеріңізді барлығын толығымен жазыңыздар. Себебі адрес осы доставка бойынша келеді. Осы индекс бойынша келеді. Өзіңіздің тұрып жатқан жеріңіздің индексін жақсылап біліп алып, сол индексті жазыңыздар. Менің өзімнің индексімді мына жерге жазып қоямын. Мен өзім индексімді жаздым. 6 цифрлы болады және сохранить дегенді басамыз. Сохранить дегенді басқаннан кейін міне сохранить болды. Және валюта деген тұр мына жерде. Осы валюта дегенге кіреміз. Валютада сіздер сатып алатын товарларыңызды қандай нарықпен көргілеріңіз келеді. Соны белгілейсіздер. Мысалы үшін Қазақстан теңгесімен көретін болсаңыздар, КЗТ дегенді басып қоясыздар. Жоқ, егер Американыкі, Қытайдың ақшасымен білеген, сол маған ыңғайлы десеңіздер, өзіңізге керекті белгілеп қойсаңыздар болады. Мен қазақтікін белгілеп қойдым. Дамая страница Қазақстан. Міне маған жүйе жаңа рубльмен көрсетіп отырады, енді теңгемен көрсететін болады. Мінекей, көріп тұрсаңыздар, маған жүйе теңгемен көрсетіп жатыр. Дәл осылай теңгемен сіздерде өзіңізге керекті рубльді валютаны таңдап белгілеп қойсаңыздар болады. Және мына жерде өзімізге ұнаған нәрсені таңдап заказ бере берсек болады. Мысалы үшін мына жерде скрипканы көрсетіп қойыпты. Скрипканы кіріп таңдап көрейік. Және купить дегенді басамыз. Купить дегенді басқаннан кейін 2600 теңге деп тұр. Мына жерде астында тұр 2687 теңге. Және оформить заказ дегенді басамыз. Добавить карту. Мына жерге өздеріңіздің карталарыңызды енгізесіздер. Виза карта, мастер карта, қалған карталарыңызды енгізіп, даныларын толық жазып, заказ берсеңіздер болады. Мына жерге біріншісінде сол пластик карточканың алдына тұрған 20 сандық сан бар.
сол санды енгізесіздер. Мына жерге пластик карточка кімнің атында, соны жазасыздар. Мына жерге пластик карточканың жарамдылық мерзімі болады астында, сол жарамдылық мерзімін жазасыздар. Және мына жерге CV код. Бұл CV код пластик карточканың бетін теріс қаратып аударсаңыздар, арт жағында 3 санды цифр бар. Сол 3 санды цифрды жазасыздар. Бұда Каспий Голдты қабылдамайды, себебі біз Каспий Голдтан оплата интернеті дегенді өшіріп қойғанбыз. Сол үшін Каспий Голдты қабылдамайды. Ол үшін біз интернеттен оплата жасауға қосуымыз керек. Мен ол туралы келесі видеомда айтып кететін болам. Сол келесі видеоны өткізіп алмаш үшін каналға подписаться басып, қасындағы қоңыраушаны басып кетсеңіздер, келесі видеоны жібере алмайсыздар. Енді келесі айтатын жайт, сіздердің өздеріңіздің берілген тауарларыңызды қайдан көруге болады? Менің заказым қай жерде тұрғанын қалай көруге болады? Сол сұраққа жауап беріп өтейін. Ол үшін біз мой профильге кіреміз. Мой профильден мой профильге кіреміз. Мой профильде міне заказ отправления. Осыған кіреміз. Дәл осы жерде міне сіз берген заказдарыңыз тұрады. Мен 4 нәрсені заказ бергем. Осы заказдар қазір жолда келе жатыр. Осыны білу үшін алдымен мен біріншісіне кірейін. Үстінен басып кіресіздер, өзіңіздің қайсы товарды білгіңіз келеді, сол товарды. Және мына жерде информация о доставка деген тұр. Осыған кіреміз. Және міне доставкамыз қай жерде тұр? Міне доставление передано на международную перевозку дейді. Уже біздің доставкамыз жолда келе жатыр. Мұны осы біздің келе жатқан нәрсеміз мына көкке дейін толады. Және біздің өзіміздің мекен жайымызға жетіп келеді. Және біздің товарымыз келгеннен кейін подтверждение и получение дегенді басамыз. Оны басқаннан кейін сіздің ақшаларыңыз, сол төлеген ақшаларыңыз, сіз подтвердить дегенді басқаннан кейін ғана сізге заказды жіберген адамның счетына түседі. Оған дейін AliExpress'тің қалтасында тұрады. AliExpress сіздің ақшаңызды қорғап тұрады. Егер товарыңыз келмей қалған жағдайда, немесе алған товарыңыз сіз айтқан товар болмайтын болса, мына жерде открыть спор деп тұр. Осы открыть спорды басып, спор ашып, төлеген ақшаңызды қайтарып алуыңызға мүмкіндік береді. Оған барлығына AliExpress өзі жауап береді. Тек AliExpress'те ғана сауда жасаңыздар. Сол үшін AliExpress өзінің барлық мүмкіндіктерін шығарып қойған. Демек, біз барлығын түсіндіріп өттім деп айтам, деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, міндетті түрде комменттерге жазып қалдырыңыздар. Мен өзім оқып, ответін қайтаратын боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар ағайындар.